Қостанай облысы бойынша сайлау учаскелерінің шекарасын комиссия құрамын бекіту жұмыстары аяқталды. Алдыңғы сайлауға қарағанда бұл жолы дауыс беру учаскелерінің саны 32-ге қысқартылған. Оның себебі кейбір елді мекендердің шалғайда орналасуы және ондағы тұрғындардың аздығы. Бұл ауылдарға арнайы көлік жіберіледі. Бүгінгі күні облыс бойынша түрлі деңгейдегі маслихаттарға 94 адам өз-өзін ұсынған. Қазіргі кезде аумақтық комиссиялар олардың депутаттыққа үміткер ретінде заң талабына қаншалықты сай екендігін тексеруде. Сондай-ақ саяси науқанға қатысуға шақыратын, дауыс берудің шарт талаптарын түсіндіретін үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Центральная избирательная комиссия уже подготовила вот такое вот обращение. Орталық сайлау комиссиясынан кеше мынандай үн парақшылар алып, бүгін аумақтық комиссияларға тараттық. Олар оны қала, аудан орталықтарында халық көп шоғырланған жерлерге жабыстыруы тиіс. Сайлау дәл мереке қарсаңында өтеді ғой. Біреулері қыдырып басқа жақтарға іс-сапарға кетуі мүмкін. Мынау үн парақта сондай жағдайда қалай дауыс беруге болатындығы жазылған.